Жобалау жұмыстары Қазақстанда өту керек. Жер қойнау бәрімізге тиесілі ғой. Қазақ бауырларымыздың сол жаңа үлкен мынау пирог деп қарайтын болсақ, осыдан өзінің үлесін алса, сол арқылы Қазақстанның экономикасы көтерілсе, қазақстандықтар жұмыспен қамтамасыз етілсе деген ой ғана. Міндетті түрде жасалынып жатқан келісім шарт халықтың қалауымен, халықтың қосылуымен, пікір таласымен барып қабылдану керек. Биылғы 2025 жылы барлығы ашық түрде жұмыс істейтін болады. Міндетті түрде Қазмұнайгаздың төрағасы болып отыруымыз керек, басқа қызмет бізге жарамайды деген қажет жоқ, амбициялардан арылуымыз керек сияқты. Біз кәдімгідей осы жер асты байлығымыздан айырылып қалудың аз қалында қалдық. Сен де жауаптысың. Рахмет. Енді қайта беріңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өзіміздің кезекті подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып өзекті тақырыптардың бірі өнген өнімді бөлісу келісім шарты жайлы қозғайтын боламыз. Орыс тілінде СРП соглашение о разделе продукции. Бұл тақырып қарапайым халықтың өміріне тікелей әсер ететін маңызды тақырыптардың бірі, себебі Қазақстан мұнай мен газға бай мемлекеттердің бірі, және осыған байланысты менде бірнеше сұрақтар туындайды. Біздегі ірі кен орындарында жұмыс істеп жатқан компаниялар мен мемлекет арасындағы келісімдер қалай жасалынады? Табиғи байлықтан түскен табыс кімге тиесілі? Халық бұдан қаншалықты пайда көріп жатыр? Себебі 1990 жылдардан бері елімізде шетелдік инвесторлармен жасалған ерекше келісімдер бар. Олар ұзақ мерзімді, күрделі және көбінесе құпия шарттар болып табылады. Мемлекет бұл келісімдер арқылы сырттан қаржы тартып, өндірісті дамытты. Енді осыған орай жаңағы атап кеткен сұрақтарында бүгін біз сұхбатта, яғни подкастта Абзал Құспанмен талқылайтын боламыз. Абзал Құспан біздің қазақстандық заңгер, Қазақстан мәжілісінің депутаты және бүгін осы подкастқа келгеніңіз үшін көп рахмет. Сіздің осы тақырып туралы ойыңызбен бөліссеңіз, және осы мәжілістің атынан айтсаңыз, қандай жағдайлар жасалып жатыр жұмыстар. Және бүгін бізбен қонақта Рашид Хасенұлы, Қазақстан мұнай сервистік компаниялар одағының төралқа төрағасы. Рахмет келгеніңізге. Рахмет шақырғаныңызға. Енді бүгінгі тақырып жаңа айтып кеткендей күрделі және өзекті тақырыптардың бірі, және бірінші сұрағым Абзал аға сізге қойғым келіп тұр. Осы өнген өнімді бөлу туралы келісім шарты жайлы айтып кете аласыз ба? Әрине, мен енді өзім Батыс Қазақстан облысынан сайланған депутатпын. Батыс Қазақстан облысының территориясында енді 3 кит деп атаған осындай мұнай газ саласында ірі компаниялардың бірі КПО-БВ жұмыс жасап жатыр. Жаңа айтып отқан СРП 2038 жылға дейін күші жүреді. Енді ұзақ мерзімде жаңа өзіңіз атап өткендей жасалған әрі күрделі шарттардың бірі 40 жылға жасалған, жалпы көлемі содан түсетін табыс қой. Енді былайша айтқанда Қазақстан қанша өзі салық түрінде қанша табыс табады, ол біріккен компаниялар, бірнеше компаниялардың бірігу нәтижесінде осындай КПО деген мекеме пайда болды. Олар өздері қанша пайда табады, жаңа кейін өндірілген газдың қанша бөлігін өздеріне алады. Бұл мәселеге соңғы кездері мынау қазақстандықтар, соның ішінде қазақ тілді аудиторияның көңіл бөліп келе жатқан мені шынымды айтса қуантады. Себебі бұл тікелей қазақстандықтардың өміріне әсер ететін, өйткені осы 3 компанияның өзі Қазақстанның бюджетіне салынатын салықтың 50%-дан астамын тек осылар құрап отыр. Сондықтан әрбір қазақстандықтың күнделікті өміріне осы тікелей әсер ететін сөзсіз осы келісім. Енді биылғы жылдың 28 қаңтарында мемлекет басшысы деңгейінде бұл мәселе СРП-ны қайта қарау мүмкіндігі туралы мәселе үкімет отырысында сөз болды. Ал мәжілісте біздер бұл мәселені осы енді депутат болып сайланғанымызға тура 2 жыл болып жатыр екен. Осы 2 жыл көлемінде көтеріп келе жатқан мәселе. Көтерумен ғана шектелген жоқпыз. 2024 жылдан бастап тұрақты түрде осы компанияларды мәжіліске алдыртып, енді тікелей эфир жағдайында жұртшылық көріп отыр, енді қарап отырған біздің қызметімізге осы КПО-БВ, ТШО, сонымен қатар НСОС, осы компаниялардың жаңағыдай көптеген сұрақтарды қойып, тікелей жаңағыдай компаниялардың басшылықтарына, топ менеджерлеріне біз өзіміздің мәселемізді көтеріп келе жатырмыз тұрақты түрде. Биылғы жылы әрбір аптаның бейсенбі күнін осындай ұлттық компанияларға, осы 3 компаниядан басталды, одан кейін ұлттық компаниялармен жалғасты, солармен жұмыс жасап жатырмыз тікелей. Қанша қазақстандық жұмысқа орналасты, одан қандай жергілікті компаниялар жаңағыдай
өз өнімдерін шығарып жатыр, осы инвесторлардың қаражатына деген мәселелерде талқыланып жатыр қосымша. Былайша айтқанда, мәжіліс депутаттарының көтерген мәселесі, тұрақты түрде көтеріп келе жатқан мәселесі, мемлекет басшысы деңгейінде айтылуы, бұл жалпы осы келісімнің қайта қаралу мүмкіндігіне деген, былайша айтқанда, осы кезге дейін мамандардың тарапынан, эксперттердің тарапынан айтылып жатқан мәселенің мүмкін екендігін көрсетеді. Қазір Қазақстанда қандай мұнай келісімдері бар, сол туралы айтып кете аласыз ба? Жаңа шет жағасын атап өттім. Бізге ең маңыздысы осы 3 компаниямен жасалған келісімшарт. Одан кейін Chevroil, Хпо, NCOC, сонымен қатар жаңа Атырауда соңғы ашылған Қаламқас Маңғыстауда. Маңғыстауда Қаламқас бар. Сонымен қатар газ өндірісі ашылды ғой, Қашаған. Иә. Осы компаниялар жаңа соңынан ашылып қосылып жатыр. Осы Раштаға менге сізге сұрағым бар. Осы келісім шарттар туралы толығырақ айта аласыз ба, тарихын жайлы? Жақсы. Негізінде азаматтардың қызығушылығы неге туындап отыр деген заң сұрақ туады. Өйткені азаматтардың қызығуын біздің мемлекет Конституцияда бекітіп қойған. Өйткені жер астындағы, Қазақстанның жер астындағы бәр байлық қойнауына әр азаматтың, Қазақстан азаматының жаңағы үлесі бар деген. Бірақ өкініш қайдан туады? Мысалы, осы өнген өнімді бөлісу келісім шартын қолдайтындар да бар, даттайтындар да бар. Қолдайтындар, мысалға, кішкене экономикадан жаңағы тереңдеу зерттеген азаматтар қолдайтындар. Себебі өнген өнімді осы жаңағы аталып өткен өнген өнім ол ТШО, НСС, КПО-ның өзімен тікелей жасалынған келісім шарт емес. ТШО, НСС, КПО бұлар сол жер қойнауына келген инвесторлардың құрған операторы. Ол тек қана жаңағы күнделікті жұмыс атқарып отырған қызметкерлер. Ал енді өнген өнімді бөлісу келісім шарты жаңағы Chevron, ExxonMobil, Shell, Total сияқты, Eni сияқты үлкен алпауыт трансұлттық компаниялармен жасалынған келісім шарт. Кез келген ірі жоба, ол жер қойнауы болсын, тіпті өзіміздің күнделікті тұрмысымызда пайдаланып жүрген әуежайлардың өзі бір үлкен жаңағы инвесторлардың қолдауы, болмаса солардың қаржысы арқылы іске асатыны айданады. Сондықтан жаңағы өнген өнімді бөлісу келісімшарт осы инвесторлардың әкелесін қаражатымен. Халықтың бұл жердегі дауы неде? Инвесторлар айтып отыр, біз ақша саламыз, бірақ біз оны ақшадай алмаймыз. Біз оны өнім ретінде аламыз. Сондықтан жаңағы бір жағынан қарасаңыз, халық инвесторлардың салған ақшасын қолымен ұстап көрмегеннен кейін, жұмсамағаннан кейін, олар жаңағы шикізатты әкеліп жатқаннан тонап жатқан сияқты болып көрінеді. Негізінде қарап отырсақ, біздің күнделікті тұрмысымыздағы қажет жаңағы больницалар, мектептер, балабақшалар осы жаңағы келген инвестициялық қаржылар арқылы жаңағы іске асты. 90-шы жылдағы келісім шарттар асығыс және экономикалық кішкене сауатымыздың аздығы, мамандардың тапшылығы және де біз осы үлкен өндірісті өзіміз жүйелі түрде басқарып келмеген тәжірибеміздің жоқтығының арқасында жасалынды. Кейінірек мүмкін ол жерде енді айтылып жатыр ғой, кейбір азаматтардың да жаңағы өзінің жеке басының қызығы көп жаңағы басым болды деп. Дегенменен ол тарихи кезең өттік. Енді келесі бізде сол бір аталымшы жер қойнаулары мен байлығымыз шектеліп қалып жатқан жоқ қой. Бізде басқа да болашақта үлкен келісімшарттар болады. Біз енді сол өткен біздің ең бір осал тұсымыз өткен шағымыздан бір сабақ алып, соны болашағымызға пайдаланып жатпаймыз да. Сондықтан осы өткен келісімшарттардағы жіберген қателіктерді қазір жібермеуіміз керек. Қазір өткен дүниежүзіндегі адам саны ұлғайған, көбейген сайын, мысалы қазір 8 миллиардтың шикізатқа деген сұраныс қатты күшейіп жатыр да. Сондықтан біздің енді бәріміз мақтанамыз, Қазақстан жер көлемі бойынша дүниежүзінде 9-шы орын алады, бүткіл менделеу таблицасы бар дейміз. Ол тек қана мұнай газ өндірісі, басқа да ауыр металл, түсті металл, жаңағы алтын, күміс сияқты неше түрлі жер қойнауымыз бар. Соған келетін инвесторлармен бізде қандай келісім шарт болу керек? Менің ойымша, біріншіден бұл келісім шартқа, міне осы мысалға алғашқы үлгісін бастадық қой,
атом электростанциясын салар кезде референдум өтті. Халықтың қолдауын сұрады. Халық қолдады, жұмыс басталды. Тура сол сияқты келетін инвесторларды халықпен ақылдасу керек. Өйткені жер қойнау бәрімізге тиесілі ғой. Осы отырған бәрімізге тиесілі жер қойнау. Сондықтан осындай инвестор әкелсек, осыны қолдайсыңдар ма? Қолдадық. Екінші қадамы, міндетті түрде жасалынып жатқан келісім шарт, мысалы, анық халықтың қалауымен, халықтың қосылуымен, халықтың жаңағы пікір таласымен барып қабылдану керек. Қазіргі таңда міне біз айтып отырған жаңағы 3-4 келісім шарттың біреуінің біз бір пунктін білмейміз. Өйткені бұл үлкен құпия. Мысалға тіпті Әбекеңнің құзыры үлкенде ғой. Қазір бұл кісі депутаттық сұраныс жасап келісім шартты бер десе бермейді, өйткені ол құпия. Соған орай, мысалға, біздің президентіміз қаңтар айында айтып кеткен болатын, СРП-ны қайта қарау қажет деп. Бұл қаншалықты мүмкін нәрсе? Неге мүмкін емес? Біз мына қазіргі қол қойылып болған келісім шарттарды қарай алмаймыз. Өйткені бұны қарайтын болсақ, шынында да басымыз бітпес дауға қалады. Бұл жерде үш түрлі қауіп бар. Бірінші қауіп, шынында да соттасып, біз инвесторлар салған ақшаның үстіне тағы да ақша қосып береміз. Бір, екінші, келетін инвесторлар бізбен жаңағы сауда-саттық жасамас бұрын келісім шартын 1000 рет ойланады. Онсыз да қазір дүние жүзіндегі экономикалар жаңағы глобализациядан ұлттануға көшіп жатқан кезде, әр мемлекет өзінің экономикасын қатты қорғаштап, әр мемлекет өзінің экономикасын дамытуға тырысып жатқан кезде, біз қазір инвесторларды үркітіп алатын болсақ, біздің өзімізде мысалға ең үлкен қазіргі бизнестағы үлкен проблема жеңіл ақша ғой, жеңіл ақшаға қолды қайдан жеткіземіз. Үшінші, ол инвесторға, құр инвестор ақшаның иесі ретінде қарау, ол қарабайыр көзқараста. Ол инвестор жаңа технология, жаңа маман, жаңа мемлекет екенін тағы да қарау. Сондықтан бұл үш құндылық біз үшін қаншалықты қымбат. Сондықтан жаңағы болар зат болды, бояу сіңді. Менің айтып отырғаным сол ғой. Енді тура дәл осындай келісімшарт жасап алып, тағы да ол құпия болып, тағы да 40 жылға кететін болса, онда біз шынында да білмеймін қандай ұлт екенімізді. Қазіргі таңда оған жол бермеу керек, міне мәселе. Мен бұл жерде өзім ойымды қоса кетейін. Мемлекет басшысының енді үкімет сағатында айтылған бұл жаңа пікірін басынан бастап қарады. Өйткені біздер оған дейін айналысып келе жатқан шығарамыз болған жерде. Мен бұл жерде жаңа басында сөзімде бұл туралы тілге тиек еткенім, ол әрине тура мағынада біз алып ол шарттардың бәрін қайтадан бұзып тастап жаңадан жасай алмаймыз. Мерзім аяқталмай тұрып, әрине ол. Бірақ дегенмен Қазақстан үкіметі бұл бағытта біраз жетістіктерге қол жеткізді. Қалайша, мысалы үшін біздің жаңа Батыс Қазақстан облысының территориясында орналасқан КПО бейбейді 2011 жылы мысалы үшін Қазақстан өзінің 10%-ын өзіне алды, мысалы үшін. 10%-ын өзіне алды, оның өте жеңілдік жағдайда алды Қазақстан үшін. Бірақ соған осы жағдайды жеткізу үшін олар оны заңдық тұрғыдан жаңағыдай кезінде кеткен кемшіліктерді көрсетті. Экономикалық тұрғыдан Қазақстанға тиімсіз екендігін дәлелдеді. Міне осындай бірнеше раундқа созылған переговорлардың нәтижесінде өзінің үлесін көбейте алды. Сол арқылы бізге түсетін салықтық төлемдердің де көлемі артты. Сонымен қатар мысалы үшін Атырауда болып жатқан жағдай, анау экологиялық тексеріс жүргізіп, бірнеше миллиардқа жаңағыдай экологиялық айыппұл салуы. Міне осындай тұрғыда, былайша айтқанда, жекелеген нормаларын, жекелеген баптарын қайта қарауға мәжбүрлеуге болады осындай жолмен. Бірақ тура мағынасында жаңағыдай оп-оңай жаңағыдай алып келісімшартты бұзып біз бұдан бас тартамыз, қайтадан жасаймыз деп әрине ондай бір жақты түрде біз әрекетке бара алмаймыз. Мысалы үшін мен енді осы саладағы біраз мамандармен сөйлесіп көрдім. Айтады, бұл жаңағыдай бұл жердегі негізгі ой айтылып отырған. Мысалы үшін жаңа кезінде 40 жылға жасалған келісімшарттарды оны ұзартуымыз керек қой, мерзімі. Қайтадан әрі қарай осы негізінде осы инвесторлардың осылай қалғаны жақсы негізінде. Осылармен жаңа келісім жасағанымыз жақсы. Бірақ жаңа келісім жасаған кезде Қазақстан өзіне ұтымды, тиімді, былайша айтқанда бұрынғыдай жіберген қателіктерімізден сабақ алып, жаңа Рәкең айтпақшы, 90 жылдардың басында жіберіп қойған, енді тәжірибесіздігіміздің салдарынан жіберіп қойған жаңа. Сол қателіктерді қайталамау туралы мәселе ғой. Бірақ ол қазірден бастап жүре беру керек. Өйткені бұл өте күрделі процесс. 10 жыл бұрын негізінде басталу керек. Осыған байланысты мемлекет басшысы көңіл бөліп отыр. Осыған байланысты. Яғни дәл қазір СРП-ны алып бір жақ түрде бас тарта алмаймыз. Ондай
Енді тарихта болды, Венесуэла мен Ресейдің тарихында болды. Кезінде жасалған шарттардан бас тартып, жаңағыдай бұзып тастаған. Енді бұндай біз кардинальный жаңағыдай өзгеріске бара алмаймыз. Біз қайта алдағы келісім шарттардың жағдайын жақсартуға ғана әрекет жасаймыз деп ойлаймын. Енді жаңа өнген өнімді бөлу келісім шарты болашақта қалай болу керек? Қандай мәселелерді біз ескеруіміз керекпіз? Чтобы осы қателіктер қайталанбас үшін. Жаңа шет жағасы ой айтылып кетті Рәкең тарапынан. Конституция бойынша жер асты байлығы халыққа тиесілі. Тиісінше оның келісім шарттары халықтан жасырын болуға тиіс емес. Жасырын болмау керек. Былайша айтқанда ел жұрт білу керек. Қазіргі таңда оның жаңа Рәкең айтып кетті ғой, жақтаушылар да бар, даттаушылар да бар деп. Енді сарапшы мамандардың, заңгерлердің оған күмәнданатын жөні бар. Өйткені ол құпия жағдайда. Негізі құпия болмау керек. Бірақ осы кезге дейін депутаттар тарапынан қанша мәрте сұраныс болса да, ол жаңа келісімнің түпнұсқасын немесе жаңағыдай қалай жасалды, оны біз ала алмай отырмыз. Оригинал жоқ па? Иә. Ала алмай отырмыз. Содан ақ белгілі ғой, енді жасыратындай бір мәліметтер бар екендігі ішінде. Қазақстан үшін тиімсіз тұстар бар екендігі. Егер бұның бәрі ашық жағдайда болатын болса, онда әрине кез келген маман, кез келген эксперт, кез келген жаңағыдай осы салаға қызығушылық танытқан азаматтар оны алып, мына тұсын неге былай жасадық, неге былай жасамадық деген мәселе айтады. Енді көп болып ақылдасып шешілсе дұрыс болады. Ең бірінші мәселе осы ашықтықты қамтамасыз ету керек деп есептеймін. Сол кезде елдің де жаңағыдай күдік күмәні сейілген болар еді. Мен бұл сұраққа жауап бермес бұрын жаңағы келісім шартты бұзған Венесуэланың қазіргі экономикалық саяси жағдайын. Иә, бізге қол емес деп отырған себебі сол ғой. Тілге тиек еткім келіп отыр. Сондықтан жаңа кей кезде бір кесіп тастаудан гөрі мүмкін уақытына жеткізіп адам сияқты ажырасқанда жөн шығар деп ойлаймын. Енді болашақ келісім шартта неге көңіл бөлуіміз керек? Ол міндетті түрде халықпен талқылану керек. Осы референдумдар өткізу қажет пе? Енді оны әртүрлі формасы бар ғой. Мысалға бізде мұнайшылар бір жаңағы миллион емес қой, саусақпен санаулы жаңағы тарихында білетін, қазіргі дүниежүзіндегі мұнай өндірісінің дамуында білетін бір 20-30 сарапшы, одан кейін Әбекең сияқты жаңа халыққа жанашыр депутаттардан жаңағы одағы заңгерлер қауымы, кәдімгі депутаттар, қоғамдық ұйымдардан жаңағы бір 70-80 адам жинау керек тағы міне өнген өнімді бөлісу кеңесін құру керек. Осы кеңесте ол талқыланып, қазір әрқайсының мүмкіндігі бар. Мысалға, халықтың алдында шығып есеп беруге. Мысалға тіпті министрлердің, президенттің енді жаңағы саяси жұмыстармен қол тимей жатса, сол кеңестегі қатысқан кеңес мүшелері ақырындап халыққа жүргізе берді. Әр азаматтың Әбекеңнің өзінің оқырманы бар, біздің өзіміздің оқырманы бар деген сияқты охват аудитория. Сол арқылы халыққа жеткіземіз. Тіпті ұлттық телеарналар да осыған атсалысып жұмыс істеу керек, ұлттық бақтар жұмыс істеу керек. Екінші мәселе, бірінші келісім шартта біз жіберген 4 түрлі ауыр жаңағы ақылсыз істер бар. Біріншісі шын құпиялығы, екіншісі біз алдықтағы келісім шарттың ғұмырын ұзақ қылып тастадық. 40 жыл деген не сұмдық. 50 жылда ел жаңа дейді мысалы. Қазір жаңағы бітпейтін арты жаңағы бір-бірімізді шұқылап жаңағы бітпейтін да осының ұзақтығынан болып жатыр да. Міндетті түрде келген инвесторға жаңағы келісім шарттың ұзақтығын қысқарту керек. 20-25 жыл кез келген бизнесқа өте әдемі. Үшінші, біз инвесторларды қазіргі таңда бізде жылына 1 миллион беретін, миллионға жетпей беретін жер қойнаулары бар. Оған инвесторлар барғысы келмейді. Себебі біз алдық та оларға 15 миллион, 20 миллион, 30 миллион жылына мұнай беретін жер қойнауларын беріп тастадық. Соның біздің ұсақ жер қойнауларымыз игерілмей жатыр. Енді қарап отыратын болсаң, сондай бір миллион беретін жер қойнауларынан 100 жер қойнауын алатын болсаң, 100 миллион қазір Қазақстанның мұнайынан артып кетеді. Өйткені Қазақстан щедрый ғой. Дастархан жайғанда жаңа деп. Сондықтан жаңағы міндетті түрде
келген инвесторларды бұл жерде біз екі түрлі зат тұтынамыз. Кішкентай жер қойнауынан беретін болсақ, кішкентай жер қойнауының өзін ол қалай ұқсатады, сол жерде ол ұлттық негізді қалай нығайтады, сол кезде ұлттық мамандарға қандай көңіл бөледі, ол сол кезде жаңағы салықты басқа жаңағы инвесторға қойылатын талаптарды орындайтын көреміз да, солардың ішінен іріктеп оларға да жаңағы даму прогресстік тұрдағы да жаңағы мүмкіндігін береміз. Ол бірінші келісімшарт миллион болатын болса, екінші келісімшарт 2 миллион, үшінші келісімшарт 5 миллион. Олар да жаңағы бұл міндетті түрде болу керек. Үшінші өте үлкен қате. Қазіргі таңда, ол кезде мүмкін бізде мамандар болмаған шығар. Міндетті түрде ол инвестор келеді, ол өзі жұмыс істемейді, ол тура осы ТШУ, НСС, КПО сияқты жаңағы, Қалам Қазар сияқты жаңағы бір операторды тағайындайды. Бір операторды құрады сол жерде, команда. Сол оператордың бас директоры қазақ болу керек. Қазақстан азаматы болу керек. Бұл міндетті түрде. Себебі қазіргі таңда енді бұрынғы кезде мүлде ол ақылға сыймайтын болмаса жаңағы бір үрейлі заттардың қатарында болатын генеральный директорге Қазақстаннан тағайындалған оның орынбасары бір жаңағы пікірмен келіспеу, болмаса қазақстандық негізді қорғау, пікірталасын жүргізу мүлде болмайтын. Қазір ақырындап бұл келе жатыр. Өйткені біз қоғамдық ұйымдар осыған жаңағы түрткі болып жатырмыз да. Ол мен айтпасам ден мыналар мен мазамды алып жатыр, мынаған көңіл бөлейік деп жаңа Әбекең айтып жатқан бір ақырын бір жеңістер осындай жаңағы ел болып жұмыласы деген шаруадан болды. Сондықтан міндетті түрде бас директоры Қазақстан азаматы болу керек. Төртінші, міндетті түрде біз негізінде алдық саттық жер қойнау орнын толтырып жатқан жоқпыз. Болды, ол бітті. Екінші жол айналып келмейді. Бірақ бізден кейін қаншама ұрпақ өмір сүреді. Қазақстанда. Бізден кейін біз мешкей ұрпақ атанбауымыз керек қой, бәрін қазір жеп алып өзіміз, сосын өліп қалдық, артымыздағылар, олардың да әртүрлі сын сағаттары болады мемлекеттік. Сондықтан болашақта қажет мамандарды дайындайтын программаға атсалысу керек те инвесторлар. Мына жерден жер қойнауын түгел сорып алды. Мына жер мысалға ертең Ақсай газ біткеннен кейін не болады? Ақсайдың болашағы ол жерде қандай экономикамен халық өмір сүру керек? Қаншама ол жерде 800 мыңнан астам адам тұрады. Олар ертең мұнай таусылады, газ таусылады. Ол айдан анық зат қой, Сондықтан болашақ сол жер қойнауын алып жатқан жердің болашақ экономикасының фундаментін қалау керек олар. Тағы бір пункт қосып кетейін осыған, Раке, айтқаныңызға толық қосылам. Жалпы озық елдердің тәжірибесі бар осыған байланысты. Мысалы үшін Норвегия сияқты, Голландия болып тұрған кезінде оларда инвестор келді, олар қалай жұмсады. Тіпті біз олардың былай қоя тұрайықшы, бұл жерде велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Сол озық елдердің тәжірибесінде осы инвестор тартқан кезде олар қандай шарттар қойды, қалай олар өздеріне пайдасына игере алды. Көршіміз осы посткеңестік елдер қатарына жататын Әзербайжанның тәжірибесін алып қарайық. Әзербайжан бірден біз сияқты үлкен ақшаға ұмтылған жоқ. Оларда инвестор тартты, бірақ олар бірінші кезекте өңдеу деген нәрсені біз сияқты мынау сырье күйінде, шикізат күйінде сатуды емес, өңдеу күйінде. Бас жағында Әзербайжанның жағдайы әлдеқайда ауыр болды бізге қарағанда. Бірақ олар жылдар өте келе соғыс болды, территориясын айырылып жатыр. Мынау олар бірақ бірден өңдеуге басымдық берді. Біз сияқты шикізат күйінде сатуға емес. Нәтижесінде әлдеқайда бізден 4 есе аз мұнай қоры Қазақстаннан. Бірақ қазіргі табысы бізбен бірдей. Көрдіңіз бе? Әрі олар дейтін Европаға барлық жерге өздерінің Қазмұнайгаз сияқты компаниясын ашып сатты, олар өнім күйінде сатып отыр. Олар қазіргі жағдай, жыл өткен сайын жағдайлар жақсарып келе жатыр. Және алдағы уақытта да оларда өте жақсы прогноз. Біздің мысалы үшін кезінде жіберген қателігіміздің бір айқын дәлелі осы жерде тұр. Енді біз алдағы уақытта мына СРП-ны созамыз ба, әлде бұлармен алдын ала жаңағыдай қош айтысып басқа инвестор келеді ма? Біз осы мәселені ескертуіміз. Жаңа айтқан 4 пунктқа қосымша, былайша айтқанда осы Әзербайжан, Норвегия сияқты елдердің тәжірибесін қолдануымыз керек. Біз қашан мысалға өнім туралы, мысалға біз қашан Қазақстан өнімді игере аламыз, өзіміз өндіре аламыз? Қаншалықты қашан болатын? Қараңыз, бізде қазір негізі мұнаймен ілеспе жүретін өнімдер, ол жаңағы жанар жағармай.
иә енді одан шығатын жаңағы авиакеросиннен бастап мазутқа шейін битумға шейін айта берейік. Одан кейінгі химия өнеркәсібі. Біз бір заводты 20 жыл салдық. Бір заводты 20 жыл салдық. Ол завод қазіргі таңда ол завод салынған кезде міне осы чемпиондық ұғым бізді кері тартып жүрді. Ол завод біз салдық, Қытайдың сұранысының 1/3 беру керек болатын, Ресейдің бүткіл сол жаңағы өндіріп жатқан өнімінің жартысынан асып түсетін завод болатын болды. Ол масштаб неге керек еді деймін де. Қазіргі таңда сол завод зорға 25%-ын жұмыс істеп жатыр. Міне осындай бір үлкен мақсаттарды қоямыздағы, ұтыламыз. Бірақ жаңа Азербайжанның феномені неде ол? Қысқа бірақ нақты шақтар, қадамдар, нақты істер. Арзан, ақырындап түбінде келген кезде жаңағы мен айтып отырған, миллионға жетпейтін 100-ді берейікші, Қазақстанның бүткіл мұнайы бар. Сондай 75 жер қойнауы бар бізде. 75 жер қойнауы бар, соған инвесторларды әкелейік жаңағы. Енді қара. Химия өнеркәсібін дамыту үшін қазіргі таңда біз тағы да Атырауда бұл жерде екі түрлі қате шаруа істелініп жатыр. Бірінші қате алдықтағы бүткіл өндірісті Атырауға шоғырланып тастады. Бірақ ертең оның экологиялық жағдайы қандай болады? Экономикалық жағдайы жақсы. Бірақ адам қалтаңда 2 миллион болып тұрып, өзің рак болатын болсаң, ол ақшаның құны қаншалықты? Ең басты дүние бізде де ол конституцияда бекітілген. Азаматтың денсаулығы. Ең бірінші, сондықтан бұл жерде бәрін алып Атырауға шоғырландырып жатыр. Оның кейін екінші қате, біз алдыңғы салынған химиялық жаңағы заводтан әлі сабақ алған жоқпыз. Тағы да масштаб дүниежүзілік экспортты, айналайын экспортты қайтесіз? Ең бірінші қазақстандық азаматтардың қарнын тойдырып, біз қашанғы Америка мен Ресейді бақытты қаламыз. Біздің экономиканың бәрі, әбеке жаңағы сіз айтып отырғаныңыз өте орынды, шикізат ретінде басқа елдердің экономикасын бақытты қылуға жұмыс істеп жатқан экономикада. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде менің ойымша осы жақын арада Ақтөбе облысында әкімшілігіне ұсыныспен шықтым. Атыраудағыдай үлкен химия заводы емес, ортақ болды, кіші болды. Химия заводтар неге салмайсыздар? Сіздерде сол мұнай бар, сіздерде сол газ бар деп. Сонымен қазір жаңағы самұрық өңдеумен бірігіп бір 2-3 жобаны қарастырып жатырмыз. Инвесторлар Катардан келіп жатыр, пайдаланыңдар күшін деп жатырмыз. Сондықтан жаңағы міндетті түрде, егер біз мемлекеттік тұрғыда, енді мемлекеттің ішіндегі бізде өмір сүріп жатқан ментальностіміз жаңағы чемпиондық ұғым, алпауыт бір тапсақ миллион табу керек отырсақ, міндетті түрде Қазмұнайгаздың төрағасы болып отыруымыз керек, басқа қызмет бізге жарамайды деген бір қажет жоқ амбициялардан арылуымыз керек сияқты. Сосын кейін сол кезде барып дамиды. Енді екінші мәселе, жақсы чемпиондық заводтарды салдық. Ол да жартылай шикізат болып кетіп жатыр. Енді одан шығатын жаңағы қанша өнім, хотя бы соның қасына ұсақ 11-12 завод салуға тұрғызуға болады ғой. Мысалы, мына штативтердің, мына нелердің бәрі сол химиялық өнімнен шығып жатыр. Мысалы, қарап отырсаң, мына телефонымыздікі бәрі, мына чехолдар. Бұл бір керемет зат емес, 3.000 теңгенің чехолы. Бірақ жаңағы осы сол бәрі біз өндіріп жатқан жаңағы химиялық өнімдер. Мен осындай бір комплекстік, есіңізде ме, әбеке? 12-ші жылдар кластерлық ұғым пайда болған. Сол бір әдемі идея айтылды, бірақ ары қарай іске баспай қалды. Тағы да неге дейсіз ғой? Мына өнген өнімді жаңағы бөлісу келісім шартын қарастырар кезде біз тағы да міне қазір ойдан ой туындайды ғой, жаңағы не келіп. Міндетті түрде жаңағы жауапкершілікті бекіту керек біреуге. Өйткені, ауыса береді дағы жауапкершілік қала береді, бағдарлама қабылданды, ұлттық чемпиондар қабылданды. Жауапкер адам жоқ, бәйтерек ауысып кетті, анау ауысып кетті, төраға ауыса салды, болды, программа өлтті қалды бағдарлама. Шаң басып. Сондықтан міндетті түрде, мысалға, мына біз айттық па келген инвесторға, осы жерге жаңағы бір орта қолды 25 адамға жұмыс істейтін бір завод саласың.
бірақ осыған жауапты мынандай министр. Иә, тіпті жаңағы сол қоғамдық, ақыр біз қоғамдық болған тек қана пікір емес, бізде жауапкершілік алайық. Қоғамдық жаңағы кеңестен 2-3 адамды бекіт сол жерге. Сен де жауаптысың. Өйткені иә, министр анау мынау шаруасына сен тықылдауың керек. Сонымен бірге жауап. Вот осы бір қасиет, осы бір қадам болмаса осы бір жаңағы инструмент шынында да келген кезде біздің азамат ретінде жинақталуымызға және мемлекет ретінде экономикалық тұрғыда тәуелсіз болуымызға алып келетін шығар деп ойлаймын. Біздің қазіргі таңда мәжіліс қабырғасын жаңа шет жағасын айтып өттім ғой, осы ұлттық компанияларды бірінші кезекте жаңа 3 киттан бастап бәрін шақыртып, ол жерде жай ғана әңгіме дүкен болып жатқан жоқ, енді көріп отқан азаматтар біледі, бұл жерде нақты жаңа айтып отқан мәселе. Міне сол компаниялардың сатып алып жатқан, былайша айтқанда салфеткасынан бастап, енді қарапайым түрде, міне үлкен мұнай жабдықтарына дейінгі өндіруші кім? Біз дайын күйінде сатып алып жатырмыз ба? Әлде жаңа кластерлік демекші Қазақстанда бір бірлескен кәсіпорын ашып, Қазақстанның өнімін алып жатсыздар ма? Болмаса бұрыннан Қазақстанда өндіріліп жатқан өнімдерді алып жатсыздар ма деп. Сол себепті біз офтек контракт деген нәрсені біз қатты талап етіп жатырмыз. Офтек контракт ол деген, былайша айтқанда бұл бір спецификалық сала ғой, мұнай газ өндіру деген. Бұл мысалы үшін сіз кез келген тұрмыстық қажеттілікті заттарды сіз алдын ала нарыққа бейімдеп шығара аласыз. Ал мына мұнай компаниясына қажетті заттар ол тек қана осы 2-3 компания ғана сатып алады. Оны сіз базарға шығарып, дүкенге шығарып сата алмайсыз оны. Сондықтан бұлар алдын ала бізге осындай мұнай жабдығы қажет. Біз соны егер сіздер жаңағыдай жасап беретін болсаңыздар, сіздерден сатып аламыз деп алдын ала келісім шарт жасайды. Бұл офтейк контракт деген осы күні кеше ғана біздің үкіметтің қол жеткізген. Ол жерде депутаттардың да үлесі орасан зор, қайта айқайлап жүріп, рәкеңдер қоғамдық бірлестік неше жыл болды осы өмір бақи айналысып жатсыз ғой. Осы қоғамдық пікірмен парламент қабырғасында айтылып, үкімет тарапынан жаңағыдай тиісті келіссөздер жүргізіліп, офтейк контракттар жасауға міндеттелді қазір. Бұл қазіргі біздің жаңа айтып отқан әңгіме осыған келіп саяды. Біз негізгі жұмысымыз осы болу керек қазір. Негізгі жұмысымыз осы. Жаңа қоғамда бұдан хабардар болу керек. Бұл офтейк контракт бойынша мен келген әрбір инвестордың жаңағыдай осы жаңа айтқан ірі мұнай газ өңдеу саласындағы жаңа КПО болсын, басқа болсын біз талап етіп, сұратып, қаншасы, неше процент жасадым биылғы шарттарын. Оның қанша. Сонымен қатар жаңа сатып алынатын біздің енді мемлекеттік сатып алуды қанша сынайық мінейік, бірақ мемлекеттік сатып алуды қазір Қазақстанның кез келген азаматы онлайн түрде кіріп, мына затты сен неге мынадай бағаға сатып алып жатсың деп, Қазақстанда бар ондай прецеденттер өте көп. Азаматтар, қарапайым азаматтар көріп отыра алады. Бәрі былайша айтқанда ашық жүріп жатыр, Соның өзінен қаншама заң бұзушылықтар тауып, оны жаңа уәкілетті органдарға жіберіп, нәтижесінде ана келісімшарттар бұзылып, болмаса жаңа ақшасы қайтарылып жатырған жағдайлар көп өте. Енді бұл осы мұнай компаниялары, жаңа операторлар, олар осы шарт жасауды зат сатып алады, тауар сатып алады, қызмет сатып алады. Сол кезде соның бәрін жасырын түрде істеп отыр. Оны ашық түрде жасауға қол жеткіздірді. Биыл, мысалы үшін, биылғы 2025 жылы барлығы дәл біздің мемлекеттік сатып алу сайты сияқты ашық түрде жұмыс істейтін болады. Яғни, мысалы үшін КПО-ны алып қарайтын болсақ, ол 2025 жылға не қалды, қандай баға қалды, қандай компаниядан алды. Егер ол Қазақстанда болатын болса, неғып Қазақстандағы компаниядан алмады деген мәселені ашық түрде қоятындай мүмкіндігіміз болады. Бұл бір қол жеткізген жетістіктеріміздің бірі қазіргі таңда. Біздің қойып отқан талаптарымыз. Осы жағдай Қазақстанда былайша айтқанда мына кәсіпорындардың өз өнімін шығаратын кәсіпорындардың жағдайын жақсаруына, болмаса қызмет көрсетуші компаниялардың жағдайын жақсаруына тікелей әсер ететін фактор болады деп есептейміз өз басымыз. Бұл да бір жаңа енді тиісті өндіріспен айналысатын кәсіпорындар, қазақстандық кәсіпорындар, былайша айтқанда осы жағдайдан толық хабардар болу. Ол үшін жаңа Қазсервис сізде енді қоғамдық ұйым ретінде ғой, қоғамдық ұйым осы екі ортада жақсы мағынада делдалдық қызмет атқаратындығын айтқым келеді. Жақсы мағынада деп отырмын, енді былайша айтқанда тікелей себепкер. Мына мұнай компаниясы мен мына қазақстандық тауар өндіруші емес қызмет көрсетуші арасында тікелей себепкер. Біз барлық жаңағыдай жұмысты осы кісілер атқара алады ашық түрде. Оны да былай жұртшылық білген дұрыс. Өйткені кейбір мен біраз ірі кәсіпкерлермен кездестім. Олар бірнеше рет әрекет жасап, осы
енді батыс Қазақстанда орналасқан ғой бәрі. Батыс Қазақстанда, Атырауда, жаңа батыс өңірде орналасқан ғой. Осы Қазақстанға келген осы инвесторларға осылар нарығына кіреміз деп бірнеше рет әрекет жасап, әбден күдерін үзіп, үмітін үзіп, бұны жаңағыдай бұл бағытта қойған екен сырып. Мен айтып жатырмын, күні кеше ғана мен таныстырдым жаңа біраз азаматтарды. Айтам, сіздер осындай ұйым арқылы жұмыс жасайсыздар. Тікелей сол әлгі ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген, осы жағдайды бес саусақтай білетін деп сіздің атыңызды атадым. Жаңа Айдос Қолдасов бауырымыздың есімін атадым. Жаңа қазіргі катарлық инвесторлармен тікелей жұмыс жасап жатқан. Сондықтан бізде ондай мүмкіндік бар. Осы нәрсені негізі біз жүргізіп жүрміз. Жаңа айтқан жұмысты былайша айтқанда бір мемлекеттік маңызды шаруаны атқарып жатыр бұл жерде. Рашид ағамыз бастаған ұйым. Мен бір не қосқым кетеді. Негізінде бұндай үлкен жұмыстар мемлекет қызығушылық танытқанмен, жеке инициатива жылдамырақ жұмыс істейді. Бұл әр азамат тек қана жаңағы бір комментарияда ақылды болмай, болмаса комментарияда пысық болмай, әр азамат өйстіп атсалысу керек. Әр азамат өзінің ойын бөлісу керек. Қазір отырмыз да біз енді сіз осы бір 7-8 ұсыныс жасадық. Әдемі ұсыныстар, бәрі де қарап отырсаң, ұлттың экономикасын қорғау, ұлттың тәуелсіздігін нығайту, бұдан артық қандай патриоттық сезім керек деп ойлаймын да. Сондықтан әр азамат шамасы келгенше өзінің бір жақсы ұсынысын. Сосын кейін жаңағы бұл ұсыныспен бұл қағазға түсу керек. Бұл билікке жету керек. Билікті осыны жаңағы істеуге қызықтыру керек. Мәжбүрлеу емес. Қызықтыру керек. Билік өзі де, мысалы, биліктің қызығушылығы ол президенттің тапсырмасынан ақ көрініп тұр. Мысалы, президент тұрды айтты, өнген өнімді бөлісу келісім шартын қайта қарайық деді. Бірақ ол бізге беріп отыр ғой енді инициативаны. Айналайын, біз не қарап отырмыз? Ертең мысалға тағы да үйренген жолымыз келісім шарт, өнген өнім келісім шарты қолға қойылып кетсе, жаңағы, анда сөйтіпті ғой, біз тағы да білмейміз, айтады ғой, айналайын, сендерге айттық қой. Сендер неге сол кезде ұйықтадыңдар деген. Сондықтан менің ойымша Шевронмен 33 жылы бітеді, қалғандармен сол жаңағы 38-40-та бітеді. 37-41-де бітеді. Енді біз оны күтудің қажет жоқ. Бізде қазіргі таңда шынында да болашақ Қазақстанның бір 200 жыл демегеннің өзінде бір 100 жылына жұмыс істеп беретін әдемі бір модель ойлап табуымыз керек. Әзірге ол модель жоқ, Әзірге жоқ қой, өйткені қазір талқы үстінде ғой енді. Енді ол қалай болады, Мерей? Мысалға, қазір осы ұсыныс шықты. Бүгінгі Әбекеңнің сенің шақыртуыңды алып келіп отырғаны екі затты танытып отыр. Біріншіден, өзі сол мұнайлы өңірден болғаннан кейін, болашағына жаны ашып алаңдағаннан кейін, болашақта нақты жұмыс істейтін, және де халыққа, ең бірінші халыққа, одан кейін біздің еліміз Қазақстанға тиімді келісім шарт қалыптастырғысы келеді. Мына жерде не айтар екен мамандар деп келіп отыр. Мысалы, екінші мәселе шынында да өкіметке, президентке жақынырақ тұрғаннан кейін бізге қарағанда жиірек кездесетін болған, осы жерден алған жаңағы сараптамадағы бір жақсы ұтымды тиімді ойларды сол жерде жеткізу. Мысалы, онысына Әбеке рахмет. Мысалы, осындай азаматтардың бір көп емес, бір 5-6 ғана шоғырланатын болсақ, осының өзі де жеткілікті, бір қозғаушы күш ретінде. Қазір енді осы қозғаушы күшті бізде өзіміз, мысалы, Министерство энергетикада біздің де жаңағы қоғамдық кеңес бар. Біздің Айдос жаңағы бауырымыз сол қоғамдық кеңеске өтті биылғысында. Бізде енді жаңада министр тағайындалды. Мен бүгін кездесейін деп отырмын. Алла қаласа бүгін кездескен кезде бірінші сұрағым осы жаңағы министрмен талқылайтын. Осы өнген өнімді бөлісу келісім шартында біздің позиция қандай болу керек? Біз осы жұмысты қалай атқаруымыз керек? Біздің көзқарасымыз қандай? Одан кейін әрине, енді қоғамдық ұйымдардың көзқарасы, болмаса халықтың көзқарасы кей кезде мемлекетке қарама-қайшы келіп жатуы мүмкін. Бірақ дегенменен, пікір таласпасақ, сөйлеспесек, ішімдегіні тап деп отыру ол қаншалықты ұтымды. Сондықтан бұл жұмыста Әбекеңдердің атқаратын жұмысы азамат ретінде, тіпті бұл кісі сол жаңағы Батыс Қазақстанның тумасы болмай-ақ, жаңағы сол Нарынқұлдың тумасы болса да, әр қазақтың атқаратын жұмысы. Өйткені шынында да Конституцияда бізге бекітіліп берген құқы.
біз оны айтуға да, оны талқылауға да біздің правамыз жеткілікті. Осы жерде қысқаша айта кетейінші, Рашид мырзаның айтып отқан мәселесін түсінікті болу үшін, көптеген кәсіпкерлер келіп, енді бізге мәжіліске келеді, жиналыстарға келіп қатысады. Сол кезде оларға мен қарапайым ғана түсіндіремін. Қараңыз деймін, қазіргі Қазақстанның заңында кез келген чиновникті, болмаса кез келген депутатты құртып жүретін бір мәселе бар. Егер бір нақты қазақстандық бір кәсіпорын, үлкен ірі кәсіпкер бір өнім өндіріп жатыр делік, біз оны апарып, мысалы үшін депутат болсын, министр болсын, министрлік қызметкері болсын, КПО-ға немесе жаңағыдай ТШО-ға жолығып, мына компания өнімін ал деп айтатын болса, ол қызметкерді, мемлекеттік қызметкерді, мына жеке компанияның мүддесін лоббировать етіп жатыр деп біреу сөзбен құртып жүреді. Болды. Осы кезге дейін жұмыс жасамай жатқаны сол. Мына бірәр жерге дейін келеді. Жалпылам президент тапсырма береді, үкімет алады, үкімет оны істегісі келмейді емес, оны мемлекет басшысының тапсырмасын орындау керек. Оны бүкіл қаншалықты қамтылғандығын біз есептен көріп отырмыз. Қазақстандық компаниялар осы жұмыстарға қаншалықты тартылғандығын, өндіріс қаншаға дамығандығын, бәрі мүдделі. Бірақ олар оның тікелей механизмі жоқ. Ол механизм, мінекей Рашид мырза айтып отыр, кез келген азаматтың мүмкіндігі бар деп. Бұл кісі жеке инициативамен қоғамдық бірлестік құрды. Бұл кісі мемлекеттік қызметкер емес, министр емес, депутат емес, тікелей мемлекеттік тиісінше сыбайлас жемқорлықпен туралы заңның күші бұл кісіге жүрмейді. Бұл кісіні мен өзімде көзіммен көрдім ғой. Атырауда үлкен жиналыс болды. Мен Қазсервистің шақыруымен арнайлап бардым, қатыстым. Көз алдымда келісімшарттар жасалып жатыр. Оған себепкер болған Қазсервис ұйымы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл өте тиімді. Дәл осындай жұмысты кез келген азамат былайша айтқанда атқару керек, ұсыныс беру керек. Өзінің бір қандай да бір болмасын бір нақты жоспары болатын болса, онысымен бөлісу керек. Былайша азаматтық белсенділік. Қазақстанның қалай болған жағдай, біздің қазіргі таңда мемлекет басшысынан бастап бүкіл депутаттар жан-жақтан шулап, айқайлап мәселе көтеріп жатқан кезде, тіпті СРП-ның қайта қараймыз деген мәселе күн тәртібіне шыққан кезде, қазақстандық кәсіпкерлер, қазақ кәсіпкерлері бұл мәселеден тысқары қалмау керек. Олардың да белсенділігі әсіресе қажет бұл жерде. Өйткені біздің мақсатымыз сол, біздің қазақстандық кәсіпкерлердің, қазақ бауырларымыздың сол үлкен үлкен пирог деп қарайтын болсақ, осыдан өзінің үлесін ашса, сол арқылы Қазақстанның экономикасы көтерілсе, қазақстандықтар жұмыспен қамтамасыз етілсе деген ой ғана. Басқа бұл жерде мәселе жоқ. Дұрыс. Қысқаша түсіндіргенде. Мен тағы бір затқа көңіл бөлгім келіп отыр. Алдындағы пікірімді айтып отырмын ғой. Негізінде бір 100 жылға жететін келісім шарттың моделін қарастырып кетеміз. Ол жердегі ойым не? Мысалға, біздің конституция егемендік алған неше рет өзгерді? 5 рет өзгерді. Иә. Америка несімен мықты? Тұрақтылығымен. Сондықтан бізде кез келген келісім шарт, бала туған кезде естіді ме, санасында болу керек, ол келісім шарт бойынша қорғалып тұр, болды. Ол ештеңеге алаңдамау керек. Бізде комплекс неполноценность қайдан пайда болады? Өйткені бізде тұрақты заң жоқ. Біздің өзіміздің жер қойнауын игеру заңы неше трансформацияға ұшырады. Бұны өзгерте берудің қажеті жоқ. Жаңағы ұлттық референдум дейміз бе, жаңағы ұлттық кеңес дейміз бе, соның талқысынан өткен келісімшарт неге қажет? Ең основасында осы жатыр да, ол 100 жылға бізден кейінде мысалға 3 ұрпаққа 4 ұрпаққа жұмыс істеп беретін жаңағы баяғы аталарымыздың жеті жарғысы сияқты. Ол қалыптасты, әлі күнге шейін біз подсознаниямызда сол жаңағы жеті жарғыны орындап келе жатырмыз. Оны біз жаңағы үйіміздің төрінде жаңағы іліп қойған жоқпыз, бірақ жаңағы біздің жүрегімізде, иманымызда сол жүр. Сондықтан осындай заттар шынында да жаңағы Әбекен айтып отырғаны рас. Мемлекеттік лауазымды азаматтардың жаңағы тағылатын сын көп, бірақ дегенменен олардың да атқарып жатқан жұмысы жоқ деп айтуға болмайды, өте көп. Бірақ көбіне әртүрлі бір заңдар олардың аяқтарына тұсау. Ауыздарына замок, аяқтарына тұсау. Кей кезде жаңағы бізде де жиі кездесеміз. Мен ашық айтам министрліктерге, жігіттер, мен сендерді түсінем,
сендердің орындарыңда болсам мен де мүмкін осындай жаңағы жалтақтар ма едім, өйткені жаңағы әлсіз заңдардың несі ғой жаңағы салдары. Бірақ сендер жеткізе алмай отырған затты маған айтыңдаршы. Мен айтайын. Сол үшін тіпті жаңағы мен басымды кесіп алса да. Бірақ дегенменен осындай жаңағы азаматтық инициатива кей кезде шынында да осындай бір ұлттың болашағына, бір болашақ 100 жылына жақсы бастамалар бастар кезде азаматтық инициатива үлкен қызмет атқарады деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы кеңестің қажеттілігі міне осыда. Енді инвесторларға көшсек, СРП мемлекет пен инвесторлар арасында құрылады келісім шарт. Енді қараңыз. Осы орайда инвесторлар Қазақстанға не береді? Тек ақша ма, әлде технология, жұмыс орындары, білім беру ме, не береді? 90-шы жылдары және қазір. Мысалға 90-шы жылдары біз білеміз, бізде мүмкіндік аз болды. Технология да болмады. Сондықтан инвесторлар бізге өзінің ақшасын алып келіп, өзімен бірге технологияны алып келді, мамандарды алып келді. Соның арқасында біз өзіміздің жұмысымызды бастап кеттік. Ал қазір 2025 жылы жаңа келісім шарт құратын кезде біз қандай мәселелерді ескеруіміз қажетпіз? Мысалға, қандай пайыздық мөлшерде мысалға Қазақстанда қалады, қаншасы инвесторларға кетеді? Себебі мынандай әңгімелер жүріп жатыр. 2033 жылы мысалға бізде келісім шарт бітеді. Олар кетеді мысалға да, кейін Қазақстан енді көп мөлшерде өзін алатын болады мұнайдан түскен ақшаны. Бірақ қазір мынандай қауесеттер бар. Технология қазіргі кезінде жасалынған жұмыстар, мысалға кәсіпорындар өз жұмысын істеп жатыр. Бірақ уақыт өте келе бұлар істен шығады ғой. Бұны істей алатын бізде мамандар бар ма? Кейін бұны біз өзіміз толығымен өзіміз алып кете аламыз бұл жұмысты, бұл кәсіпорындарды? Мен Дәл қазіргі жағдайда ол мүмкін емес. Мен деп айтайын. 33 жылы Шевронмен келісім шарт біткен кезде теңіз жер қойнауы 100% қазақстандық болады. Өйткені онымен келісім шарт бітті, оның иегері Қазақстан. Ары қарай жаңағы технология керек болатын болса, ары қарай жаңағы нарық керек. Біріншіден инвестор ол тек қана ақша емес, ол нарық көзі. Ол мысалға инвесторлардың бәрі жаңағы біздің шикізатты апарып, тұрақты нарыққа апарып сатып жатыр. Мысалға Европа, Америка ол тұрақты нарықтар қатарына қосылады. Мысалға қазір біз Ресей мен Қытайдың, Индиямен ортасында отқан сауда саттықты көріп отырмыз. Ол қаншалықты жаңағы тұрақты сауда. Мысалға, Ресейдің экономикалық бұғаттағы тұрғанын біліп, Қытай мен Индия өзінің жаңағы отымды ұсыныстарына мәжбүрлеп жатыр ғой, Ана тіпті өзінің рупиймен сауда саттық жасап отыр. Мынау ең арзан баға сұрап отыр. Сондықтан бұл тұрақты нарық көзі. Екіншіден жаңа өзің айтып отырған шынында да жеңіл ақша. Өйткені қазір Қазақстанда біз бір жоба бастайтын болып несие алатын болсақ, жоқ дегенде 25%. Инвесторлар өздерінен 2-2,5% ақша алып келеді. Үшіншіден, біз қаншалықты экономикамызды ұлттандырғанмен, біз басқа мемлекеттермен де сауда саттық қарым-қатынасымыз болу керек қой. Бұл дипломатиялық байланыс. Төртіншіден, шынында да қазіргі таңда білім ошағы көбіне, біздің жастар қаяқтан іздеп жатыр? Европадан, Америкадан. Бұл білім ошағына жаңағы мүмкіндік. Сондықтан біз инвесторлармен сөйлесуіміз керек. 90-шы жылмен салыстыратын болсақ, мен сізге бірақ қана мысал келтірейін. Біріншіден 90-шы жылда келген кезде ең бір ыңғайсыз жағдай болған, инвестор бізде осы уақытқа шейін бәсеке болып келген экономикалық құрылымдар бір-біріне кіре бастады. Мына жақтан нарықтық экономика, капитализм деп келдік, мына жақтан жаңағы жоспарлау экономикасы, коммунизм, социализмнің экономикасы. Бұлар келді да айтты, біз сендердің мемлекеттік кәсіп, о кезде бізде кішкентай құрылыс компаниялар мемлекеттік болатын. Айтты, біз сендердің мемлекеттік кәсіпорындармен жұмыс істемейміз деді. Бізде естеріңізде ме жаңа частный предприятие, кооператив дегендер ашылып жатыр. Жеке кәсіпорын құрыңдар, біз солармен жұмыс істейміз деді. Қазір операторлардың да бізге тағып жатқан бір
үлкен сыны мысалға бізде дегендегі өндірістер үштушінде ғой жаңағы, иә, біреу екеу айтады, бәсекелестік ортада қалыптастырыңдаршы, біз қазір мына жалғыз заводты алатын болсақ, тоже лобби. Енді олардың заңында ең құрғанда үшеу болатын болса, біз ішінен таңдағанда жаңа көрсете аламыз. Мынау берді, мынаның сапасы мынау. Сондықтан тура сол кезде оларда жаңағы олар сол кезде біздің мемлекетке жаңағы жеке ТО жаңағы ИП құрамыз дегенше жаңа модельдерін ол заңмен өту керек, уақыт керек болды дағы. Олар айтты, біз уақыт күтпейміз, біз ақшамызды салып қайтару керек. Онда сендер оларға сол кезде рұқсат беріп жүрді, онда сендер өздеріңнің сенімді шетелдік компанияларын бірге алып келіңдер деді. Жұмысты тоқтатпау керек болды. Енді ол кезде оперативно жылдам қабылдады. Бірақ енді қазір оның мүлде қажеті жоқ. Қазір я мысалға инвесторлардың алдына қойылатын 4 түрлі талап бар. Ең бірінші талап, ол әкелген ақшасын Қазақстан банкісін ұстау керек. Өйткені ол шетелдік банкіден осында келеді дағы, біздің ақшаны қайта шетелдікке лақтырады. Неге біздің банкілер сол жерде жаңағы бір 0,1-0,3% ақшасын тауып қалмайды? Содан кейін үлкен дүниежүзілік финансовый системаға кіреді ғой. Ол да қаржылық грамотность бізге өте үлкен қажет. Жаңа өзіңіз айтып отырған, олар осы уақытқа шейін тіпті біздің банкілер мойындамай келді ғой. Елена Бахмутова осы жерде отырып алғыс айтқым келеді. Біз 7 жыл жұмыс істеп, зорға дегенде біздің банкілердің кепілдігін мойындаттық соларға. 7 жыл уақытымыз кетті. Қайта ана Еленаның білімі, сосын кейін осы биліктегі байланысының арқасында 7 жыл уақытымыз кетті әбеке. Сонымен мойындаттық, аналар мойындатты қазір. Екінші қойылатын үлкен талап оларға, мысалға келетін инвесторларға. Жобалау жұмыстары Қазақстанда өту керек. Болды. Өйткені бізде қазір ресурс та бар, маман да бар, техника да. Дәл жобалау мәселесінде, бәрі Қазақстанда өту керек. Сол кезде бүткіл Қазақстанның нарығын олар зерттейді. Сол кезде ол Қазақстан компанияларына ыңғайлап жобалайды. Ол кезде біз отырмаймыз, ойбай жаңағы генподрядчиктің артынан жұмыс сұрап субподрядқа. Бір-бірімізді тұншықтырып. Үшінші, міндетті түрде жаңағы айтып кеткенім, жаңағы бас директорды оператордың Қазақстан азаматынан қою керек. Төртінші, мамандардың бәрін өзінің қаражатына оқыту керек. Өте толық келісім. Тағы да бір қызық ойды қоса кетейінші осы жерде. Мына жаңа сөздің басында бір Норвегия туралы айтып қалдым ғой. Норвегияның қызық тәжірибесімен бір азаматтар бөлісті да, осы мұнай газ саласында жүрген. Норвегияда кезінде осылай инвесторлардың күшімен өздерінің жаңағыдай мұнай газын өндірумен айналысты. Кейін олар толығымен өздеріне алып қалды. Осы қалай жүзеге асты деген кезде, енді бір қызық деталь. Тіл мәселесінің өзі басты рөл атқарған екен. Келісімшарт тек қана норвег тілінде жасалатын болған. Жұмыс өндіріс барысында жаңа барлығы қаншама құжаттар толтырылады, бәрі норвег тілінде талап етілген. Ол басында талап осылай қойылған, қатаң түрде. Ол кезде өзі 5-6 миллион норвег ба, өзі қазірде көп емес алып баратқан. Сол Қазақтан көп емес, әлдеқайда аз. Содан бәрі амал жоқ, инвесторларға ана өндіру керек, олар табысты көріп тұр, пайданы көріп тұр, олар осыған көндікті. Екінші бір қызық мәселе, олар барлық мына келетін инвесторлардың алып келетін технологиясы бар емес пе? Соған Норвегияның лабораториясын өтуді талап етіп қойған екен. Нәтижесінде лабораторияға әкеліп тапсырған жерде, ол неден жасалды, қалай жасалды, сен бүкіл құпияны ашуға мәжбүрсің. Соны олар көндіреді. Жаңа айтқандай, біз сияқты ұзақ жылдарға емес, белгілі бір уақыт біткен кезде, болды, инвесторлар шығарып салды. Рахмет, енді қайта беріңіздер. Инвесторлар да өздерінің ешкім ұтылған жоқ бұл жерде. Инвесторлар өздерінің салған ақшасын, табысын тапты, алды, кетті өздерінің елдеріне. Норвегтер бүкіл жаңа өндірісті өздеріне алып қалды. Неге десең, технологияның бүкіл қыр-сыры бар. Соған сәйкес өздерінің өндірістерін ашып тастады. Келе жатқан уақыты, межелі уақыты белгілі ғой, аяқталайын деп жатқан. Одан кейін жерде өздерінің мамандарын дайындады соған. Сөйтті де, жаңа барлық қазір әлемдегі ең бай, бақуатты елдердің бірі Норвегия. Осы жұмыстың арқасында. Біздерге бұл жерде, менің ойымша, ешқандай велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Жаңа басында айтқанымдай, әлемдегі озық тәжірибелерді біз меңгеруіміз керек. Бар жоқ осы жаққа керек десеңіз, неше түрлі ғылыми практикалық конференциялар, пайдалысы бар, пайдасыз бар өткізіп жатырмыз ғой. Сол жаққа жіберіп команданы түгелдей тәжірибесін, бұдан да басқа детальдарын бүге шегесіне дейін зерттеп, зерделеп, дәл осы әдісті біз қолдануымыз қажет.
Енді бізге қателесуге болмайды. Міндетті түрде енді осы өнген өнімді бөлісу келісім шартын қайта қарар кезде Қазақстан тек қана осы сырттан көмек күтуді негізі азайтқан дұрыс-ау. Біз негізі экономикамызды толыққанды ұлттандырамыз дейтін болсақ, біз енді кәсіпкерліктің де өзінің деңгейі бар. Бірінші алып сату, одан кейін жаңағы бір магазин ашады, одан бір складын ашады, одан бір 20 шақты техника алады, одан кейін барып бір кішкене өндіріс алады. Жаңағы сөйтіп бізде қазір инвесторлар деңгейіне жеткен кәсіпкерлер бар. Мысалы 300 миллион, 400 миллион доллар ойланбай үлкен бір жаңағы жобаларға сала салатын. Бізде қазіргі таңда кәсіпкерліктің мәдениетін осы деңгейде қалыптастырып, міне инвесторлар клубы дей ма, мен білмеймін енді оны. Әртүрлі азаматтар бар. Құрылыс саласында BI Group қаншама шетелдің нарығына кірді. Мен 2024 жылы жұмыс іс сапарыменен Канадада болдым. Сол Канадаға барсам, Канадада үйдің нарықтағы құны өте жоғары, әлемдегі ең қымбат үйлердің бірі. Сөйтсем, BI Group әлдеқашан ың-шыңсыз, ешқандай ұрансыз, ештеңесіз үйлер салып тастаған. Оны жаңағыдай Астанасында да салған, ең ірі анау қаласына да салып тастаған. Қазір Американ нарығында, Майамиде салып жатыр. Көрші Ташкент, бүкіл шетелге барлық жерге шығып кетті. Істеп отқан қазақтың кәсіпкерлері құрылыс саласында. Ойлап қараңызшы. Неғып осындай жұмыс жасаған қазақ кәсіпкерлері, неғып мұнай газ саласын, сол мұнай газда 30 жылдан бері қызмет етіп жатқан біздің әртүрлі кәсіпкерлеріміз бар, кәсіпорындарымыз бар. Олар игеріп кете алады. Бірақ жаңағыдай бір мемлекет тарапынан жаңағыдай жағдайлар жасау керек қой. Бұрынғы жіберген қателігімізге қайтадан ұрынбауымыз керек. Жаңа айтқандай біз ол сатыға жеттік. Жеттік. Қазір енді неге BI-дің үйлері басқа құрылыс компанияларынан ерекше? Өйткені ол бар ана басқа нарықта, сол нарықтың мәдениетін әкеліп, дизайнын әкеліп жатыр, сол технологиясын әкеліп жатыр, экспорттық мүмкіндік танытты. Сондықтан шынына келген кезде біз өнген өнімді келісу шартын қалыптастырар кезде бізде жер қойнауының картасы міндетті түрде болу керек. Қазақстан азаматтары оны білу керек. Жер қойнауы, мына жерде бізде тұз бар, мына жерде мұз бар дегенде жаңағы. Сосын кейін осының ішінде Қазақстан өзі игеріп кететін, қазақстандық азамат игеріп кететін жер қойнауларын бәрін сыпырып беру керек қазақстандық азамат. Оған инвестор іздеудің қажеті жоқ. Ендігі жағдайда ол мүмкін. Қазіргі жағдайда ол мүмкін. Инвестор іздеудің қажеті жоқ. Міне мынаны ал, мынаны істе. Мүмкін енді қазіргі таңдағы бір заңсыз ақшаларды заңдастыру науқанында жүріп жатыр ғой енді жаңа. Мүмкін соның ішінде де мысалға жақсы. Мына жер қойнауы. Ақшаң, сенің осындай ақшаң бар, білеміз. Енді алды осыған сал. 10 жылдан кейін алсаң да, 100 жылдан кейін алсаң да, осы Қазақстан ұрпағың алар пайдасын. Бірақ сен осыны көтеру, рас емес пе, әбеке? Сондықтан қазіргі таңда инвестор іздегеннен гөрі инвестор қалыптастыру жұмысы науқаны жақсырақ жүру керек деп ойлаймын. Мысалы, енді үлкен палаталар, Атамекен палатасы, басқасы бар. Жаңағы сауда министрлігі бар. Сауда министрлігінің төңірегінде осы нені қалыптастырған абзал болатын шығар деп ойлаймын. Подкастымыздың да соңына келген секілдіміз. Енді бітірмес бұрын бір соңғы сұрағым бар сіздерге. Болашақта Қазақстан өзінің мұнай байлығын әділ және тиімді пайдалана алатын ел бола ала ма? Осыған келе жатырмыз ба? Әрине. Ол енді адамның жасағанын басқа адам неге жасай алмайды. Біз басқа елден бір жеріміз кем ба? Бұл жерде ең басты мәселе кезіндегі кеткен қателік дегенде бұл жерде барлық мамандардың пікірі бір жерге тоқайласады. Әуелі экономика, саясат, сосын деген саясат ұстанды ғой. Ол кәдімгі Назарбаевтың кезіндегі кәдімгі ресми ұстаным болды ол. Мен осыған тіпті қазірде тағы да бір қосымша айтар едім. Бұл жерде әуелі экономика, сосын саясат емес. Әуелі саясат болу керек әрине. Саясат дұрысталу керек. Соның ішінде заң, құқық саясат дұрысталу керек. Жаңа Рәке, сіз де бір ауыз айтып қалдыңыз ғой. Жаңа заңдарымыз тұрақты болу керек деген. Ол өзі ішкі саясаттың мәселесі жаңа. Ішкі саясат, соның ішінде әлеуметтік саясат, әлеуметтік саясаттың ішінде құқықтық саясат деген бар. Яғни әуелі заңдарымыз бәрімізге бірдей түсінікті, ұғынықты болу керек. Және ол тұрақты болу керек. Бір жола бір жасауымыз керек. Жаңа айтып отырсыз ғой, геологияға байланысты заңдар қайта қаралады деп. Біз қазір өзгертуді қолға алдық тағы да. Неге десеңіз, 2017 жылдары белгілі бір лоббистердің
кесірінен біз кәдімгідей осы жерасты байлығымыздан айырылып қалудың аз алдында қалдық. Сол себепті біз оны қайтадан қарап, бірақ бұл жолы өте бір сапалы түрде дайындап шығуда ниеттеміз. Осы жұмысқа біз барлық мамандардың атсалысуын сұраймыз. Біз бұл депутаттық инициативамен қаралып жатыр. Кезінде ана үкімет басындағы кейбір жекелеген тұлғалардың былайша айтқанда осыған келтірген зияндарын біз қайтадан қарап жатырмыз. Сол кезде мынандай бір зиян кетіп қалды. Иә, білеміз, жақсы білеміз. Біздегі жаңағы геологиялық мағлұматтың бәрі Қытайға барады. Қытай гис жасайды. Бізден бұрын Қытай біледі. Иә. Біз барлау жұмыстарын бәрін көпшілігі мынау Қызылорда территориясында бәрі қытайлық компаниялар айналысты. Жасаған жоқ. Ал мысалы үшін Қытайдағы сен жерасты байлығы туралы мәліметті алып көр. Ол одан өткен құпия мәлімет жоқ былайша айтқанда. Сондықтан бұл мәселелерді біз дұрыстап депутаттық бастамамен жасап жатырмыз. Біздің қатарымызда енді Бақтықожа Салахатдинұлы Ізмұхамбетов сияқты осы саланың майталман маманы бар. Ол кісі осы салада геология министрі болды. Ең алғаш келісімшарттар жасаған кезде СССР кезінде жаңағыдай шетелде жұмыс жасады, араб елдерінде. Осы саланың мамандары бар кәдімгідей. Сол себепті осы заңды әуелі дұрыстап алуымыз керек деп ойлаймын. Заң дұрыс болса, ол заң дегеніміз не? Ол ойын ережесі бар жоғы. Бір өңірге барған кезде түсіндіре алмай жатырмын жаңа заңды. Сол кезде мынадай бір мысал келтіріп едім. Ол жерде жаңа азаматтар карта ойнаумен белгілі жаңа. Карта ойыны жақсы дамыған. Оралдың Қаратөбе деген ауданында. Сосын мен айтамын да жаңа сіздер мына үш карта ма? Ой, түрі көп қой олардың. Сіз карта ойнаған кезде де бір ережеге бекітіп аласыздар да, сосын сол ережемен ойнайсыздар ғой деймін да жаңа. Бұл заң дегенде сондай нәрсе. Барлық осы нарықтағы адамдардың ойын ережесі. Ойын ережесі бәріне түсінікті болу керек, және барлық тарап оны қабылдау керек. Болды. Негізі заңның бар миссиясы осы негізінде. Сондықтан әуел заң дұрыс болатын болса, әрине бәрі де дұрысталады. Абзал мырза, енді бастаған істеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздерге мәжілістің ата өзіңіздің. Бүгін енді Рашид мырза рахмет сізге, Абзал мырза рахмет. Біз енді бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Рахмет сіздерге. Сіз бізбен соңына айтып болғандарыңыз үшін сау болыңыздар.